2016 жылы медицина саласындағы Нобель сыйлығы аутофагия саласындағы жаңалығы үшін Жапон ғалымы Йосинори Охсумиге берілді. Лауреаттың ашқан жаңалығы ашығу, яғни ораза ұстау расында ішкі ағзаны тазалайды дегенді дәлелдейді. Аутофагия бұл қоқыстардан құралған жасушаның өз-өзін жеп, қажетсіз компоненттерді өңдеуін білдіреді. Яғни адам ашыққан кезде клетка өзіндегі артық бөлшектерді жеп, өздігінен қоректенеді. Йосинори Осумидің жаңалығы аутофагияның жұмыс істеу механизмін және іргелі физиологиялық процесс өзектілігі түсінігін анықтауда маңызды рөл атқарады. Соның арқасында ісіктердің және басқа да түрлі аурулардың пайда болуымен адам денесінің қартаюында аутофагияның қаншалықты маңызды екенін білдік. Аутофагия ағзаны ерте қартаюдан сақтайды. Тіпті жаңа жасушалар тудыратындықтан ағзаны жасартуы да мүмкін. Себебі ол кезде жарамсыз ақуыздар зақымдалған ішкі жасушалы элементтер ағзадан шығарылып, ретке келтіріледі. Каролин медициналық институтының мәлімдемесінде бұл толық расталды. Бұл процесс жасушаның вирусқа қарсы тұрып, зиянды заттармен, түрлі аурулармен күресу қабілетін арттырады. Аутофагияға жауапты гендер жұмысындағы ауытқулар адамның бойында обыр, екінші үлгідегі қант диабеті және Паркинсон ауруын туғызуы мүмкін. Соңғы жылдары мен бірнеше марапатқа ие болдым. Әйтсе де Нобель сыйлығының мен үшін орны ерекше, деңгейі де бөлек. Бала күнімде осы жүлденің иегері болуды армандайтынмын. Бірақ өз зерттеу жұмысымды бастар кезде Нобель сыйлығына қол жеткіземін деп ойламағандаймын.